Әтеш пен ит. Ертеде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың иті мен әтеші болыпты. Қариялар бар тапқандарын сол екеуін асырау үшін жұмсапты. Өздері кейде аш жатады екен. Бірде ит әтешке: «Әтеш бауырым, бүйтіп қашанғы шал мен кемпірге масыл боламыз. Жүр орманға кетейік» дейді. Оның рас, кетсек кетейік деп әтеш те келіседі. Сөйтіп ит пен әтеш орманға қарай бет алады. Жүре әбден шаршаған олар тынығы үшін өздеріне ыңғайлы орын қарастырады. Бұл кезде күн ұясына бата бастаған еді. Екеуі діңінде үлкен қуысы бар жуан ағашты таңдайды. Әтеш осы ағаштың биік бұтағына шығып, ит қуысына кіріп, маужырап ұйқыға кіріседі. Күндегі әдетінше әтеш ерте оянып, «Ку-кари-ку, ку-кари-ку» деп әндете шақырады. Оның бұл дауысын жақын маңда жүрген түлкі естиді. Ол: «Жолым болды, іздегенім алдымнан шықты» деп қуанып кетеді. Әтешті алдап уысына түсірмек болады. Осы оймен түлкі әтеш пен ит паналаған ағашқа жақын келіп: «Қандай керемет! Сен секілді әдемі құсты көрген емеспін. Айдарың қызыл, сыңғырлаған дауысың жарқын екен. Қасыма ұшып келші» дейді мақтауын асырып. «Неге?» деп сұрайды одан әтеш. «Маған қонақ бол. Бүгін жаңа үйге кірдім. Тығып сақтаған тарымнан дәм тат». «Жарайды, бірақ мен жалғыз емеспін. Қасымда досым бар» дейді әтеш келісіп. «Бәрекелді» деп ойланды түлкі. «Тағы бір әтеш қосылып, тоя тамақтанатын болдым». «Ал досың қайда?» деп қулана сұрайды түлкі әтештен. «Мен оны да қонаққа шақырайын». «Ағаштың қуысында жатыр» дейді әтеш. Түлкі ағаш қуысына басын соғады. Ит оның тұмсығын тістеп алады. Осылайша қулығын асыра алмаған түлкі күлкіге қалады.